Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Өте қауіпті қылмыскерлер өлім жазасына кесілген өз таңдауымен соңғы рет кез келген тамаққа тапсырыс бере алады. Өміріндегі соңғы жеген тамағы болады. Осы ескі дәстүрді көп мемлекет қолданады. Бұрынғы кездері өлім жазасына кесілгендердің жаны осылай тыныштандырады деп сенген. Бүгінгі видеода қылмыскерлердің соңғы жеген тамағын талқылаймыз. Джеймс Эдвард Смит. Джеймс Эдвард Смит өте ауыр қылмыс істегені үшін өлім жазасына кесілді. Өзінің соңғы тамағы ретінде ол кішкене топырақ сұрайды. Біртүрлі таңдау, иә? Бірақ түрме басшысы Джеймстің топырақты ешқашан жемегенін көріп, сол топырақты вуду сиқырына қолданады деп шешеді. Әрине, түрме қылмыскерлері Джеймске дипломатикалық түрде олай мүмкін еместігін түсіндіреді. Оған топырақ түрме рационында жоқ, демек асханада да жоқ дейді. Қылмыскер қатты қапаланады. Артынан бір банка қарапайым йогурт сұрайды. Осы сұрағаны орындалады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Джеймске топырақ не үшін қажет болды? Шынымен де жеу үшін ба? Томас Грассо. Томас Грассо деген жігіт үйлерді тонап ерекшеленді. Осындай тонауларда ол екі өте ауыр қылмыс жасайды. Сол үшін өлім жазасына кесіледі. Жоғарыда айтқандай, көп мемлекеттер қылмыскердің соңғы асын дайындап береді. Томас осында да ерекшеленді. Жігіт көп ойланбай өте қымбат тапсырыстар береді. Бұқтырылған моллюск және миди, қуырылған қабырғалар, Макдональдс чизбургері, құлпынай йогурт, бірнеше асқабақ пирогі, 2 банан қосылған сүт коктейль және спагеттио фирмасының спагеттиі. Осы спагеттиді ол ерекше қалады. Ең қызығы, Томасқа спагетти әкеледі, бірақ басқа фирманыкін. Томастың көңілі қатты түседі. Ал соңғы сөздері: «Мен спагеттиостың спагеттигін алмай кеттім. Өте нашар спагетти берді. Бұқаралық ақпарат осыны білсін», дейді. Сөйтіп, өзінің керемет тапсырысын жеудің орнына, әсіресе түрмедегі тамақпен салыстырғанда, ол риза еместігін көрсете берді. Лоуренс Рассел Брюер. Американың Техас штатында өлімге кесілген қылмыскерлердің соңғы асына ешқашан ерекше тыйым салынбаған. Тордың ар жағында мына жігіт пайда болмай тұрып, соның кесірінен бүкіл системаны қайта қарастыру үшін соншама не істеп қойды деп сұрайсыз. Лоуренс Рассел өлім жазасына кесілгенде ол нағыз пир жасады. 2 қуырылған тауық еті, 3 чизбургер беконмен, жылдам тамақтану мейрамханасынан, қызанақпен сиыр еті омлеті, маринад пиязы, тәтті бұрышпен, пицца кетчуппен және саңырау құлақпен. Болды дейсіздер ма? Жоқ. Ары қарай грильдегі ет, ақ нан, 3 фахитос, ваниль балмұздағы шоколад ұнтағымен, арахис майы және 3 банка лимонад рот бир. Заң бойынша әрине тапсырысы орындалды. Лоуренске осыны әкелгенде, ол мазақпен жымиып, аш емеспін дейді. Сол кезден бері қылмыскерлердің соңғы асына тыйым салынды. Қалай ойлайсыздар, дұрыс шешім ба? Ойларыңызды жазыңыздар. Филипп Рэй Воркман. Филипп Рэй Воркман атты жігітке бәрібір сияқты. Ол қатаң түрде жазаланды. Бірақ сот алдында куәгерлер оның кінәлі еместігін айтты. Соған қарамастан оны түрмеге отырғызды. 1 жылдан кейін Американың Теннесси штатында оны өлім жазасымен соттайды. Соңғы 2 қылмыскерлерді көріп, керемет дастархан сұрайды дейтін шығарсыздар. Бірақ Филипп Рэй Воркман олардың қатарында емес еді. Ол үлкен вегетариан пиццасын сұрайды және үйі жоқ біреуге беруді сұрайды. Менің ойымша керемет нәрсе істеді. Алайда түрме қызметкерлері бас тартады. Сол кезде жігіт аштық жариялайды. Ойлаңызшы, 3 апта ештеңе жемей қояды. Анда-санда су ішпесе. Бірақ уақыт өте оның соңғы сұрағаны орындалды. Кім біледі, істеген қылмысына оның кінәсі жоқ та шығар. Өкінішке орай, оны біз ешқашан біле алмаймыз.
Уильям Бонин. Мына жігіттің жылы және сүйкімді түріне қарамастан, ол нағыз монстр болып шықты. Өзінің достарымен бірге өте ауыр қылмыстар істейді. Сол үшін өмірінен айырылады. Өзінің соңғы асына үлкен 2 пицца шұжығы мен ірімшік және қызанақ қосылған саңырауқұлақ сұрайды. Тойып алып, артынан шоколад балмұздағын жейді. Және ойлаңыз, 18 банка Кока-Кола Пепсимен ішіп алады. Қызық, осыншама нәрсе бір жігітке қалай сыйды? Робби Ли Гарднер. 1985 жылы шілде айында Робби Ли бірнеше ауыр қылмыспен сотталады. Сол үшін сот өмірбақи бас бостандығынан айырады. Әрине, өте қорқынышты нәрсе. Осыны естіген қылмыскер сотта отырғандардың бәріне секіре бастады. Және ол аяғына арнайы құрылғы таққанға қарсы болды. Ол қашуға бел буса сигнал беретін еді. Соңында жігітке диссоциальное расстройство личности диагнозы қойылды. Бұл қарапайым жігіт еместігін түсінген шығарсыздар. Басқа қылмыскерлерге бұл жігіт қарсы шыққанда сот шешімін өзгертеді. Нәтижесінде оны өлім жазасымен жазалайды. Жігіттің соңғы асына не сұрайтыны жайлы ойлану уақыты өте көп болды. Өйткені сол кезде ол уже 25 жыл қамауда болған. Сөйтіп, ол өзіне үлкен лобстер және үлкен стейк сұрайды. Десертке фисташка балмұздағы және алма пирогын сұрайды. Ода тағы бір өтініші бар еді. Властелин колец киносының трилогиясын көру. Рикки Рэй Рекнар. Бұл жігіт те басқалардан ерекшеленбеді. Өлім жазасына кесілді. Бұл шешімді жүрегіне алғаны сонша өз-өзіне қол жұмсауға да барды. Дәрігерлер құтқарғанда жігіттің жазасын толық сауыққанға дейін ауыстырады. Осы аралықта соңғы асы жайлы ойланатын уақыты бар еді. Сауыққанда ол стейк, тауық етін, газдалған шие сусыны және әрине жаңғақ пирогын сұрайды. Оны тексерген дәрігер пирогтың кішкене бөлігін қалдырып қоюды сұрайды. Біртүрлі екен. Оны 1992 жылы өлтіреді. Кейін ақш-та ауру адамдарға ондай жаза болмайды деген заң шығады. Роберт Бьюэлл. Роберт деген жігіт соңғы асын керемет етіп жеп алуды көздемеді. Мүмкін осы қылығымен басқалардан ерекшеленген шығар. Оның басты арманы бір ғана сүйегі бар зәйтүн оливка сұрайды. Ол оны керемет сүйсініп жегені қызық. Оның дәмін есте сақтап қалғысы келгендей. Өлім жазасын орындағаннан кейін түрме қызметкерлері жігітті зәйтүн сүйегімен жерлеуді сұрағанын айтады. Неге десеңіз, Бьюэлл өліп, ағаш болып дүниеге келетінін айтқан екен. Негізі қылмыскерлердің осында ерекше сұраныстары тағы да болды ма белгісіз. Тимоти Маквей. Индиана штатында Тимоти Маквей деген жігіт көп қайғы әкелді. Көп жанұяның өмірін бұзды. 1995 жылы оны қамайды. Кейін өлім жазасы шешімі қабылданады. Өзінің соңғы асына көп талап қоймады. Ол жай ғана 1 килограмм мята қосылған балмұздақ сұрайды. Жігіттің ең жақсы көретін десерті шығар. Осы видеоны көріп, сіздер өмірінің соңында не қалайтындарын елестеткен шығарсыздар. Сақ болайық. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.